Кешкі асқа өте ерекше әрі тойымды хамир хасиб деп аталатын өзбек халқының ұлттық тағамдарының бірін жасаймыз. Өте тойымды және де мантының жасалуымен бірдей десем де болады. Міндетті түрде рецепті сақтап алып жасап көріңіздер. Керекті граммдарын видео астына жазып қалдырамын. Ең алдымен күрішімізді салқын сумен жуып, үстіне жылы су құйып 15-20 минутқа бұқтырамыз. Тартылған етіміздің үстіне дәміне қарай қара бұрыш, тұз саламыз және де жаңағы бұқтырып қойған күрішімізді салып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Ешқандай пияз қоспаймын, қыздар. Салмамыз дайындап болғаннан соң қамыр илейміз. Қамырды кәдімгі мантыға пельменге илеп жүрген секілді орташа тығыздықтағы қамырды илейміз. Менде 2 суала қамыр шықты. Қамырдың керекті граммдарын видеоның астына жазып қалдырамын. Мантының қамырын жайған секілді жұқалап жайып, дәл мантының қамырын кескен секілді 4 бұрыштап кесіп дайындап аламыз. Және де орталарына салмасын салып, қазір осы видеода көрсетілгендей етіп хамир хасиб тағамымызды түйіп шығамыз. Жасалу жолы жалпы оңай, кәдімгі манты жасаған секілді, жай ғана бүгу барысы кішкене өзгеше және де салмасына күріш қосып жасалынады. Не үшін хамир хасиб деп аталатынын білмеймін, ал егер араларыңызда білетін оқырмандарым болса, осы видеоның астына жазып кетсеңіздер болады. Осы видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Манты қазанымыздың листін сұйық маймен жақсылап майлап, осы тағамды жайғастырамыз. Бетіне де молырақ етіп сұйық май жағыңыздар. Сол кезде пісу барысында беті кеуіп кетпей, әдемі болып пісіп шығады. Қайнап тұрған суда 40-45 минут көлемінде манты қазанда пісіріп аламыз. Қыздар, міндетті түрде рецепт сақтап алыңыздар. Егер пайдалы болып жатса, сіздерге ұнап жатса, парақшама тіркеліп, осы рецепті жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шықты. Кешкі асқа отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Және де менің парақшама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.